Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Бүгін біздің Павлодар облысына келгенімізге екінші күн болды. Бүгін 19 желтоқсан таңертең сағат 9 мөлшерінде біз қазір Павлодар облысының Айна көл деген ауылында жүрміз. Біз келгеннен бері Павлодар облысына қар жауған жоқ. Міне бұл ауылдағы бұрын жауған қарлар өте қалың емес. Негізінен Қазақстан Республикасының оңтүстік облыстарымен ұқсас екен. Алматы облысымен ұқсас. Таңертеңгі ауа райы да 18 градусты көрсетіп тұр. Өте де суық емес. Бүгін біз және жалғасты Павлодар облысындағы бірнеше ауылдарға барамыз. Назарларыңыз және жалғасты бізде болсын. Павлодар облысынан Шарбақты деген жерге қарай бет алдық. Шарбақты деген жер Павлодар қаласынан Шарбақтыға дейін 100 километрдей шығады екен. Автобуспен барсаңыздар, автобустың билет бағасы 700 теңге. Ал енді таксимен барамыз десеңіздер, такси 7.000-да 8.000 теңге аралығында болады екен. Павлодар қаласынан шыққалы 1,5 сағаттай болды. Ақыры міне Шарбақтыға да келіп жеттік. Шарбақты ауданы Ресей шекарасына жақын орналасқан екен. Ресей шекарасына 40 километр шамасында тура келеді екен. Енді Ресейге визасыз 3 айға барып келуге болады екен. Ресей жақта Керей деген бірнеше қазақ ауылдары тұрады. Жылқы шаруашылығымен жолданады екен. Енді осы Шарбақты ауданында тұрған жергілікті адамдар сол Ресейге барып жылқы сатып әкеледі екен. Соғымға жылқының бағасы 350 мыңда 500 мың аралығында болады екен. Міне мынау Шарбақтының Абай атындағы мектеп екен. Мектептің көлемі өте үлкен екен, сондай жақсы екен. Абай атындағы мектеп. Екі қабатты үй екен сататын мынау. Ана жерден жері үлкен екен да мұны үйдің. 20 сот шығады мынау. 10 соттан асып кетеді. 20 соток, наверное. 20 сот шығады. Цена стоит 3,5 миллион. 3,5 миллион. Этажы егін бар, ана. Несі трансфер жақсы екен, е? Жақсы жасапты ішін. Кухня, асхана екен. Мынау бір комната екен, мынау бір екен. Мынау үлкен екен. 2 этажды үй. Мұны үйде жақсы екен ғой. Болып тұрған үйлер екен. 2 этажды үй. 2 қабат. 3,5 миллиондық үй екен да мынау. 2 этаж келеді екен. 20 соттық жер шығады екен. Шарбақты деген осы жер екен, міне Шарбақты. Шарбақты ауданы. Өте жақсы жер екен, бұл жерде пойыз енді 9 жолдың торабы деуге болады екен бұл жерде. Пойыз келеді екен, пойыз. Негізінен Ресейге мал апаратын, адам таситын пойыз қатынайды екен. Өнінген Монголияға, сыртқы Монголияға да пойыз барады екен осы жерден. Ресейді басып өтіп, сыртқы Монголияға баратын пойыз жүреді екен.
Бұл Шарбақты ауданы негізінен 9 жолдың торабы деуге болады екен. Даму болашағы өте зор екен. Жақсы болады екен. Бұл жер негізінен аудан болғандықтан үйлердің бағасы негізінен енді 1 миллионнан жоғары екен. Жаңа көрген үйіміз 3,5 миллион деп тұр, 2 этаждық үй. Енді бұл жерден үй алуға болады екен. Өніңген үй алғаннан соң шаруашылық жер алуға болады екен, 15 жылға алуға болады екен. Бекерге енді. Енді бұл жерде биылдан бастап берілетін жәрдем ақысы квотасын да өрлепті. Тоқ әрбір адамға берілетін жәрдем ақысы 68 мыңға өрлепті. Ал енді үй алғаннан соң берілетін ақысы 93 мың теңге. Сонда егер бір үйде 5 жан саны болса, жалпы 1 миллион 200 айналысында алуға болады екен. Оған азырақ ақша қоссаңыз, енді жақсырақ, осы аудан ішіне бір жақсырақ үй алып алуға жетеді екен. Міне мынау Шарбақты ауданының тәрбиелейтін, жұмысқа тәрбиелейтін орын екен. Осы арада тәрбиелеп шыққандарға міне 250 мың теңгеден береді. Өніңген ары қарай өзіңіздің жұмысты істеп кете бересіз. Міне Шарбақты аудандағы мешіт бар екен. Орталық мешіт. Сонымен бүгін Шарбақты ауданына келіп, бүгін бір күн үй көрдік. Көші-қон мекемесіне кіріп, өз жерден көптеген ақпараттарды еледік. Міне алдыда кетіп бара жатқан біздің оралман жігіттер Алтайдан, Жеменайдан, Іледен, Текес Күністен келген жігіттер. Сонымен бүгін бір күндік көші-қон, жайлы қоныс іздеп сонымен жұмысымыз аяқтасты. Енді Павлодар қаласына қарай кетуге қамданып бара жатырмыз. Жаңаректе осы Шарбақты ауданының көші-қон мекемесіне кіріп шықтық. Олардың айтуына қарағанда бұл жер өте жақсы екен. 9 жолдың торабында орналасқан, қатынасы да қолайлы. Өте жақсы шаруашылық райондары бар, егіншілік райондары да бар. Өте жақсы жер екен. Енді келемін деушілер осы араға келіп қоныстануға болатын тамаша жер екен. Енді бұл Шарбақты ауданы 2020 жылдық жоспарды түзіп болыпты. Енді сыртқы көші-қоннан қабылдайтын семья саны 5-6 семьяны қабылдайды екен. Саны шектеген енді. Оралмандар енді көшіп келемін дегендер уақытты мықты ұстап ертерек келіп, осы арадан бір жайлы қоныс тауып алсаңыздар болады екен. Бұл Шарбақты ауданының ауа райы өте жақсы екен. Дегендей суық емес. Енді Алматы жаққа қарағанда азырақ суық бар. Енді қаңтар айы таяп қалған болса да, суық дейтіндей суық та жоқ екен. Биыл қар өте қалың емес. Болады, өте тамаша жер екен. Жаңа да айтып өттік. Биылдан бастап енді мына берілетін квотаның жәрдемақының да өрлепті. Көп ақша беретін болыпты. Енді осы квотаға, теген квотаға осы жерден бір жайлы орын ауданның ішінен бір жақсы жер үй сатып алуға болады екен. Ал ондай болса бір күнгі ауылға түсіп көрген білгендерімізді қазірше енді реттеп, және де осы YouTube топына шығарып қойдық. YouTube'дегі дүбірлі дүние деген топқа шығарып қойдық. Осы арадан көрсеңіздер болады. Өніңен осы YouTube'дегі дүбірлі дүние текшесіне шыққаннан кейін, және де қандай сұрақтарыңыз болса,
сұрауларыңызға болады. Біз сіздердің сұраған сұрақтарыңызға қарай отырып, ертең және де жалғасты түрде сұрақтарыңызға жауап іздейміз. Сондықтан YouTube тексесіне шыққаннан кейін сұрайтын сұрақтарыңыз болса, ұмытып қалмай, аяқ жағына мына жерге жазатын жерге жазылып қойыңыздар. Қосылып алыңыздар, лебіз жазып отырыңыздар. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Ертең және жалғасты осы солтүстікке көш бағдарламасының жалғасын тарататын боламыз. Ертең осы YouTube'қа уақытында шығып көргейсіздер. Рахмет сіздерге.